رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар. Алла Тағала сіздер мен біздерге Режеп Шағбан айларын берекелі етіп, Рамазан айына аман есен жетуімізді нәсіп еткей. Рамазан айында жасалатын тек Рамазанға қатысы болған қошылықтар бар. Олардың бірі тарауих намазы. Тарауих намазы үкімі бойынша сүннет муаккада, яғни бекітілген сүннет. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде Аллаху Тағала сендерге ораза айында ауыз бекітуді парыз етсе, мен сендерге тарауих намазын сүннет еттім дейді. Тарауих намазы құптан намазын оқығаннан кейін, яғни құптанның парызын сүннетін оқығаннан кейін оқылатын 20 ракағаттық намаз. Тарауих намазы мешіттерде оқылса, сүннәті кифая болып табылады. Яғни бірнеше жамағат мешітте оқса, мешітте емес үйде оқыған мұсылмандардың мойнынан түсетін сүннет болып табылады. Ал егерде мешітте ешкім оқымай қойса, ондай болса, бұл сүннетке деген әдепсіздік болып табылады екен. Тарауих намазы тек қана Рамазан айында жасалатын дұғаның, құлшылықтардың түрі. Алла Тағала осы бір Рамазан келе жатқан Рамазан айында айын біздер үшін хайырлы, берекелі етіп, баршамызды мол құлшылық, үлкен-үлкен сауаптарға кенелуімізді нәсіп еткей.